Баршаңызға қайырлы күн қыздар. Бүгін сіздерге оңай салаттың рецептісін көрсетемін. Өте тойымды, сізде жасап көріңіздер. Құрамына аз ғана заттар кетеді. Ең алдымен колбасамызды осылай ұзынша етіп кесіп аласыздар. Одан кейін картошкамызды піскен холодильникке салып қойыңыздар. Содан кейін осылай тураған кезде олар әдемі болып, қатты болып туралатын болады. Өзінің формасын ұстап, барлығын жақсылап турап, осылай ыдысымызға саламыз. Одан кейін жарты пиязымызды тураймыз. Оны да жіңішке етіп турап алыңыздар. Бұл салат өте тойымды салат, міндетті түрде жасап көріңіздер. Кешкі ас уақытында сорпа тамақтармен жеген кезде өте тойымды. Одан кейін бір штук қиярымызды, тұздалған қиярымызды, оны да ұзынша етіп турап алатын боламыз. Мен барлығын көлемінде байқап отырсаңыздар, тек бір штукта ғана пайдаланып жатырмын. Сіздер де солай пайдаланыңыздар. Осыдан үлкен бір тәрелке салат шығатын болады. Одан кейін дәміне қарай тұз саласыз, кішкене ғана, сосын қара бұрыш қосасыз. Үйіңізде ас көк болса, ас көк қоссаңыздар да болады. Қыздар, егерде басқа да оңай салаттың түрлерін, қол жетімді заттармен жасалатын салаттың түрлерін іздеп жүрсеңіздер, менің осы YouTube каналымда бар, сол жаққа қарата өтіңіздер. Ең соңынан майонезді саламыз, барлығын жақсылап араластырамыз. Құрметті достар, егерде менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Мен өте дәмді және оңай жасалатын салаттың, тағамның түрлерін көрсетіп отыратын боламын. Барлығын жақсылап араластырып, тәрелкемізге орналастырамыз. Осымен біздің салатымыз дайын, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздің отбасыңызға, сіздің жанұяңызға міндетті түрде ұнайтын болады. Және каналыма тіркелуді ұмытып кетпеңіз. Келесі видеода мен сізді міндетті түрде күтетін боламын. Парақшамды жоғалтып алмас үшін міндетті түрде тіркеліп алыңыз.